Футбол бұл өмір, ал 13 сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна. Бүгінгі жаңалықтарда Неймар Мбаппені адам емес деп санайды екен. Хвича Хваратскелиді Барселона қалай алмақшы? Бұдан басқа да жаңалықтар 13 сектор арнасында қазір болатын болады. Күнделікті футбол ақпараттарын қарап отырам десеңіздер, дәл қазір осы арнаға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз, кеттік. Бавариямен болып жатқан жағдайларды қазір ешкімде түсініп жатқан жоқ. Баварияның жалпы бас бапкері Томас Тухель мен ойыншылардың арасында көп кикілжің болып жатқан сияқты. Енді Томас Тухель келген күннен бастап маған жартылай қорғаныс, артқы жартылай қорғаушы керек, соны алып беріңдер дегеннен бастап ол сөзі Горецка мен Кимихқа ұнамаған болатын. Горецка мен Кимих қазір әлемдік футболшылардың арасында топтың қатарына кіреді жартылай қорғаныста. Енді кеше Кимих бапкердің көмекшісімен сөзге келіп қалды, төбелесуге дейін барып қалды деген ақпараттар бар. Бұл жайлы сұраған кезде Томас Тухель жоқ, бізде бәрі жақсы, ол эмоция, футбол болғаннан кейін эмоция болып тұрады. Ол біздің команданың ішінде шешілетін нәрсе, мен сіздерге ол жайлы нақты жауап айтпаймын деді. Бұнымен қалмай Горецка, Кимих бар, онымен қоса қазір барынша Харри Кейнмен ұрсысқысы келіп жүрген сияқты Томас Тухельдің. Неге десеңіздер, Кейн жайлы Томас Тухель Бохумнан болған ойыннан кейін былай деді: Харри Кейн өте жақсы ойнайды жаттығуда, бірақ та шын алаңға шыққан кезде қарсыласқа қарсы олай ойнай алмайды. Дәл мен көргендей, дәл мен қалағандай ойынды алаңда көрсете алмайды Харри Кейн деді. Және де Бохумға қарсы өткенде бірінші таймда өзінің мүмкіндігін шешкен кезде мәселенің бәрі шешілетін еді. Дәл сол кезде шеше алмай қалды Харри Кейн деді. Енді Харри Кейнге осындай өзінің кері пікірлерін айтып жатыр. Алдағы уақытта Харри Кейнмен де ара қатынасы бұзылады деген сөз. Жалпы айтқанда Томас Тухель осы маусымнан кейін немесе келесі ойыннан кейін жеңілетін болса Бавариядан кетеді. Достар, енді бүгін Чемпиондар Лигасы, жалпы Чемпиондар Лигасының жеребесі жасалған күннен бастап ең мықты, ең тартысты ойын ол Интер мен Атлетико Мадридтің арасындағы ойын деген болатын біз. Енді сіздерді білмеймін, мен өзім солай ойладым. Ал енді сол ойын бүгін келіп жетті. Ал енді біз өзімізше бір талқылап өтейік. Жалпы командалардың қазіргі күшіне, ойынына, құрамына қарайтын болсақ, енді ойынына келетін болсақ, Интер клубы өте жақсы деңгейде тұр. Қазіргі таңда соңғы 10 ойын 9 жеңіс, 1 тең ойын. Бұл деген масқара статистика сияқты меніңше. Ал енді Атлетикада ондай статистика жоқ. Я рас, соңғы ойында Лас Пальмасты 5-0 қылып жеңді. Бірақ та Атлетико Мадридтің мінезі бар команда деп ойлаймыз, сенеміз. Интерға өте мықты қарсылас бола алады. Бірақ та өздерінің нақты ойындарын қойып алған Интер клубы меніңше қанша жерден автобус қойып тастаса да Атлетико Мадридқа бүгін гол салады. Бір немесе одан да көп гол салады деген бір ойлар келіп жатыр біздің басымызға. Атлетико Мадридта қарап қалмайтын шығар. Жалпы өте қызықты ойын бүгін түнгі сағат 2-де Қазақстан ұлттық арнасында көрсететін болады достар. Және де ПСВ мен Дортмундтық Боруссияның ойыны бар. Ол түнгі сағат 2-де Қазспорт арнасынан көрсетіледі. Сүйікті командаларыңыз, жанкүйер болып жүрген командаларыңыз жеңсін деген тілектеміз. Килиан Мбаппе адам емес деді Неймар. Енді Неймар әлі де Килиан Мбаппеге тиісуін қойған жоқ, себебі Килиан Мбаппе команданы құртты деп санайды. Килиан Мбаппе жайлы кері пікір жазған франциялық басылымға тілшінің постына тағы да Неймар лайк басып кеткен екен. Ол Неймарға қатты ұнайды. Енді Неймардың өзінің айтуынша, негізі Парис Сен-Жермен өте мықты команданы жинады, ұйымдастыра білді, бірақ та бір француздың өзімшілдігіне байланысты ол команда дұрыс жұмыс жасаған жоқ. Неге десеңіздер, Парис Сен-Жермендегі ойыншылардың көбі испан тілінде сөйлейтін болған. Сол французға ұнаған жоқ Мбаппеге, сондықтан мен кетемін деп қорқытты. Ал Парис Сен-Жерменнің сүйіктісі Мбаппе кетіп қалмасын деп клуб оған ұнамайтын ойыншыларды жаймен сата бастады. Негізі Парис Сен-Жерменді құртқан ол Мбаппе дейді Неймар. Жалпы Неймардың әңгімесіне қарап тұрсақ, бұл шындыққа жанасады негізінде. Я рас. Ал енді бір шетінен қарап тұрсақ, Неймар кімге, неге өкпелейді Килиан Мбаппеге? Килиан Мбаппе сияқты болмаған үшін өкпелеп тұрма ол? Оның сөзін Парис Сен-Жермендіктер тыңдамаған үшін, Килиан Мбаппе сияқты өзінің сөзін өткізе алмаған үшін, өзі Килиан Мбаппеден төмен
болгон үчүн осундай әңгімелер айтып жатыр ма дегенде бір сұрақ келіп қалады. Енді Килиан Мбаппе өте мықты болып тұр ғой, 1-2 адам емес, бір клубты өзі жаңғыз басқарып тұрған жайы бар Парис Сен-Жерменде. Оған енді не деп өкпелеуге болады? Неймардікі дұрыс па, Килиан Мбаппенікі бұрыс па, оны нақты білмедім. Осындай ақпараттар шықты. Хвича Кварацхелия деген тамаша ойыншы бар. Бұған алдыңғы маусымда да біршама клубтар қызыққан болатын. Қазіргі таңда да қызығушылық төмендеген жоқ. Хвича Кварацхелияның өзі кейінгі ойындарына қарап Наполидан кеткісі келетінін өзінің қасындағыларға айтқан екен. Ал енді қазіргі таңда Хвича Кварацхелияда алғысы келетін, қатарларына қосқысы келетін клубтарды атап өтейін. Парис Сен-Жермен, Бавария, Челси, Барселона. Барселона енді қазіргі таңда нақтырақ ұсыныс жасағысы келіп отыр дейді Daily Mail басылымы. Енді нақтырақ ұсыныс жасағанда қазір Хвича Кварацхелияның сату бағасы 90 миллион немесе 100 миллион. Өздеріңіз білесіздер, қазір Барселонада қаржылық жағдайы қиын, және де Хвича Кварацхелияды алу үшін Жоана Лапорта қолынан келгенін жасағысы келеді. Хвича Кварацхелия Барселонаға келу үшін Барселонадан құрбан болып кететін ойыншылар бар. Олардың тізімінде атап өтейік: Френки де Йонг, Рафинья, Кристенсен, Жюль Кунде сынды ойыншылар құрбан болып кетуі мүмкін. Осы ойыншыларды сатып жіберіп, Хвича Кварацхелияны және де басқа ойыншыларды аламыз деген ниетте отыр екен Жоана Лапорта. Басылымдардың ақпараттары осындай. Ал енді қалған Челсиіңізде, Баварияңызда, Парис Сен-Жерменіңізде ешқандай ойыншысын құрбан қылмай-ақ ала алатын шамалары бар. Негізінде Хвича Кварацхелияның жақындары, жанындағылары Хвича Кварацхелия Реал Мадридтің жанкүйері деп бір емес бірнеше рет айтқан болатын. Егер де Барселонаға келіп қалатын болса, қалай айтады екен, не деп айтады екен, өте маған қызық. Жалпы ойыншылар бір командадан бір командаға ауысып барған кезде, ойбай, мен кішкентайымнан осы команданың негізі жанкүйерімін деп сұхбат беруді өлтіреді ғой футболшылар. Енді егер де Хвича Кварацхелия Барселонаға келіп қалса, қалай сұхбат береді екен, маған өте қызық. Бүгінге осы, достар, 13-ші сектор арнасына дәл қазір жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі 13-ші сектор арнасы сіздер үшін күнделікті қазақша футбол ақпараттарын шығаратын арна, достар.